Аптада 7 күн бар деп саналады. Тәулігінде 24 сағат. Бірақ осы уақытқа сәйкес келмейтін адам санаты бар деп тәжірибе арқылы дәлелденген. Олардың аптасында кем дегенде 9 күн, тәулігінде 30 сағат. Олардың барлығына үлгеретінін басқа қалай түсіндіруге болады? Олар кімдер? Олар жастар. Сонымен олар танымал, үлгі тұтатын тұлғалармен кездеседі. Семинар тренингтерге қатысады, әртүрлі іс-шараларға қатысады, флешмоб ұйымдастырады, қайырымдылықпен айналысады. Түркістан көшесіндегі бірінші ғимаратына келеді. Оңтүстіктің тарихи жерлерімен танысады. Көшбасшы, пікірсайысшы, жас отбасылар мектебіне қатысады. Тоқта, Түркістан көшесіндегі ғимараттың не қатысы бар? Бұл қандай жер? Және не үшін бұл жерге келеді? Облыстық жастар ресурстық орталығы. Белсенді жастар өзіне қызықты іс табатын жер. Облыстық жастар ресурстық орталығы. Жастарды қолдайтын жер. Жастар орталығы 4 бағыт арқылы қызмет көрсетеді. Талантты жастармен бір толқында дамығың келсе, біздің бөлімі әрқашан сені қолдайды. Болашақта кім болғың келеді? Қайда оқуға түсіп, қайда жұмысқа тұрарыңды білмейсің бе? Алаңдама. Жұмыспен қамтуды ұйымдастыру бөлімі саған қалай көмектесуді біледі. Сан мен сапаға қызығасың ба? Сараптамалық жұмыстар мен мониторинг жұмыстары бойынша да біздің ұсынарымыз бар. Өміріңізде қиындықтар пайда болып, қайда барарыңызды білмейсіз бе? Біздің орталықтың психологиялық бөлімі сізге ақысыз түрде жеке қабылдау арқылы және колл-центр арқылы анонимді қызмет көрсетеді. Сондай-ақ орталықта жүріп, тегін Wi-Fi арқылы әлеуметтік желі арқылы соңғы жаңалықтардан хабардар бол. Ақпарат алу үшін 8-7252 300172 8-747 252 1313 8-776 381 1303. Instagram Айғұлақ, оңтүстік жастары Айғұлақ, Жас Лайф Айғұлақ, Жас Джоб. Facebook облыстық жастар орталығы. YouTube оңтүстік жастары.